Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Ана тілің арың бол. Ана тілің біліп қой еркіндігің теңдігін. Ана тілің біліп қой мақтанышың елдігін. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Олай болса оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын бізге берілген ребусты шешейік. Бізде мақта, әтеш, әрпі және нан берілген. Ойланайық. Жарайсыздар, бізде мәтін сөзі пайда болды. Яғни, бүгін біз мәтін және оның түрлері, соның ішінде сипаттау мәтін өтетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын тез тауып бөгелмей айт ойынын ойнайық. Бізде көктем, күн, құстар, қар, жаңбыр және мен сөздер берілген. Яғни, бұл сөздер арқылы біз қазір сөйлем құрайтын боламыз. Жарайсыздар, сіздерде де дәл осылай шықты деген ойдамын. Көктем келді, күн жылынды, құстар жылы жаққа ұшып келді. Қар еріді, жаңбыр жауды. Мен көктем мезгілін жақсы көрем. Яғни бізде не пайда болды? Өте дұрыс, мәтін пайда болды. Мәтінге ат қояйық. Көктем. Жарайсыздар. Әріп, сөз. Әріптен сөз құралады, сөзден сөйлем, сөйлемнен мәтін құралады екен. Есте сақтаймыз. Мәтін дегеніміз, мәтін мағына жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемдерден тұрады. Мәтінге ат қоюға болады. Мәтіннің түрлері. Мәтіннің неше түрі болады деп ойлайсыздар? Өте дұрыс, мәтіннің 3 түрі бар. Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Қызығушылықты ояту, сәйкестендір. Мұнда берілген мәтіндерді мәтін түрлерімен сәйкестендір. Асанның күшігі жоғалып кетті, ол қатты уайымдады. Күшіктің түрі қара, төсі ақ, құйрығы жылмиған. Күшік не үшін сержаннан қашып кетті? Мүмкін ол күшігін ренжітіп алған шығар. Олай болса, ойланып сәйкестендірейік. Асанның күшігі жоғалып кетті, ол қатты уайымдады. Бізде әңгімелеу мәтіні. Күшіктің түрі қара, төсі ақ, құйрығы жылмиған. Сипаттау мәтіні. Күшік не үшін сержаннан қашып кетті? Мүмкін ол күшігін ренжітіп алған шығар. Пайымдау мәтіні. Жарайсыздар. Осы мәтіндер арқылы мәтін түрлеріне ереже шығарып көр. Ойланайық. Өте дұрыс. Әңгімелеу мәтіннің ерекшелігі. Мәтін не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Тірек сөздері етістіктерден болады. Сөйлемдер тізбектеле байланысады. Мәтін соңына қарай негізгі ой айтылады екен. Сипаттау мәтіннің ерекшелігі. Сөйлемдер заттың түрі, түсін, қасиетін суреттейді. Сипаттау мәтіні қандай деген сұрақтарға жауап береді. Пайымдау мәтіні. Пайымдау мәтіннің ерекшелігі, пайымдау мәтіні неліктен деген сұраққа жауап береді. Бірінші сөйлемде негізгі ой айтылады, ал қалған сөйлемдерде сол ой дәлелденеді. Олай болса, бірінші тапсырманы орындайық. Сұраққа жетіп ал әдісі. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Мәтін түрін анықта. Қайсысы әңгімелеу мәтіні, қайсысы сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Мәтінге ат қой. Ақбөкендер ең даланы мекендейді, олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауылда тұрады, қауіп төнгенде пысқырып дыбыс шығарады. Ақбөкен қойға ұқсайды, бірақ оның басы үлкен, тұмсығы жалпақтау, артқы аяқтары қысқалау, көздері мөп-мөлдір. Екінші тапсырма жалғасын тап ойыны. Бізде жылы еді, ұнады, жүреді, шығады сөздері берілген. Осы сөздерге қосымша сөздерді қосу арқылы өлең шығарайық. Тоны қандай, мұз үстінде, маған қатты, суға сүңгіп.
ойланайық. Тоны қандай жылы еді? Маған қатты ұнады. Мұз үстінде жүреді, суға сүңгіп шығады. Жарайсыздар. Ал бұл өлеңде мәтіннің қай түрі берілген? Сипаттау мәтіні және әңгімелеу мәтіні. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Болжау әдісі. Болжау әдісі арқылы сызбаның көмегімен қой, қайын, аю, қоян сөздерін сипаттап жаз. Ол үшін оның ерекше белгілерін санамалап көрсет. Яғни бізде кесте берілген сызба, сипаттау мәтіні, яғни заттың белгісі, түрі, түсі, ерекшелігі. Осы бойынша жұмыс жасаймыз. Рефлексия жасайық. Кері байланыс. 5 саусақ әдісі бойынша. Бас бармақ. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Балан үйрек. Басқаларға көрсеткен көмегім. Ортан терек. Менің көңіл күйім. Шылдыр шүмек. Не істедім, неге жеттім? Және кішкене бөбек. Менің тілегім. Жарайсыздар. Сау болыңыздар.